Сәлем достар, мен бүгін сіздермен үлпілдек жұп-жұмсақ болып шығатын тойдың дастарханында кездестіретін бауырсақтарымызды сіздермен бірге дайындайтын боламыз. Ең алдымен қамырымызды илеп аламыз. Мен табағымызға жылы сүтіміз бен жылы суымызды осылай құйып алдым. Екеуінің грамм бірдей. Енді оның үстінен бір шай қасықта тұз және құмшекерімізді салдым. Енді бір шай қасықта дрожжа, яғни ашытқымызды салып, табағымыздың бетін жауып 5 минутқа қойып қоямыз. Енді мен кесемізге 2 жұмыртқамызды шағып салдым. Енді жұмыртқамыздың үстінен жаңағы 2 қасық майонезімізді салатын боламын, яғни 50 граммдай шығады. Осы 2 қасықта өлшеп толтырмай салдым. Енді оның үстінен сұйық майымызды салып жібердім. Сұйық майдың орнына кәдімгі сары майды ертіп қоссаңыздар да өте әдемі болып шығады. Міне осылай 5 минутта бізде сүтімізде ашытқымыз әбден жақсы еріп болды. Енді оның үстінен жұмыртқаларымызды салып, қолымызбен жақсылап араластырып, үстінен ұнымызды салып, жұп-жұмсақ қамырымызды илеп алатын боламыз. Мен ұнның, сүттің барлығының құрамдарын жазып қойдым астына. Описаниядан көрсеңіздер де болады. Міне осылай қамырымды илеп алдым. Қараңыздар, жұп-жұмсақ, қолға жабыспайтын әдемі қамыр болып иленді. Енді қамырымыздың жақсылап осылай басып, табағымыздың бетін жауып, 1,5-2 сағаттай тындырып қойып қоямыз. Арада қамырымызды басып алсаңыздар да болады, яғни 1 сағаттан соң. Міне менің қамырым осылай көтеріліп, әдемі болып шықты. Қолмен кәдімгідей алынады. Табаққа ешқандай жабысқаны жоқ. Ешқандай ұнның, майдың көмегінсіз, жай ғана қолымызбен, яғни ең алдымен доп-домалақ зуалаларымызды жасап аламыз. Қамырды мен 2 бірдей бөлікке бөліп алдым. Міне осылай зуалаларымызды жасап, бірінің үстіні жауып қоятын боламыз. Зуалаларымыздың біреуін алып, осындай оқтаудың көмегінсіз қолымызбен ақ жайып аламыз. Өйткені қамырымыз жұп-жұмсақ. Қамырымыздың барлық жері біркелкі болу үшін 1-2 рет осылай оқтаумен үстінен жайып жіберсеңіздер болады. Міне осылай қамырымызды біркелкі етіп аламыз. Енді сіздерде бауырсақтың жаңағыдай кесетін насаткасы болса, сондай насаткасымен немесе осылай мен сияқты стаканмен осылай бауырсақтарымызды кесіп алсаңыздар болады. Мен осылай домалақ етіп барлығын басып шықтым. Енді артық қамырларını алып, тағы да суала етіп қойып қоятын боламыз. Міне осылай бауырсақтарымызды қойып, әдемі етіп бір шетке реттеп қойып, үстіні сүлгімен жауып, қалған бөліктері де ашылып қалмауы қажет болады. 15 минутқа тындырып қоямыз. 15 минуттан соң, яғни майымызды қыздырып, бауырсақтарды осылай пісіре бастаймыз. Достар, ең алдымен майымызды қыздырып аламыз. Бауырсақтарымызды салатын кезде майымыздың, яғни газымыздың астыны орташа төмендеу етіп қойыңыздар. Өйткені бауырсақтарымыздың арасы жақсы піспей, тек 2-7 ғана қызарып қалуы мүмкін. Ал егер сіздер орташа отта пісіретін болсаңыздар, бауырсақтарыңыздың аралары да әдемі болып көтеріліп, жұмсақ болып, әдемі болып пісетін болады. Міне осылай томпақ болып ісіп шықты, көтеріліп, аударылмай жатса осылай астыны басып аударып жіберсеңіздер болады. Міне біздің бауырсақтарымызды пісіріп алдық. Шетіндегі
мынау ағын піспей қалмады ма деп ойламаңыздар. Аралары өте әдемі болып көтеріліп, жұп-жұмсақ болып піседі. Менің видеомды соңына дейін осылай қарап, осы рецепті міндетті түрде жасап көріңіздер. Балаларыңызға дәл осы бауырсақты жасап беріңіздер. Менің видеом сіздерге ұнаған болса, достар, менің парақшама тіркеліп, яғни подписаться жасап, менің видеороликтеріме лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Айнұр ас болсын.